Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің, таулы орман, жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстаным, елім менің. Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары үшін 2014 жылы ұйымдастырылған туған елге тағзым өлкетану зерттеушілік экспедициясы Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында, Семей және Тараз қалалары бағыттарында өткізілді. Семей ұлылар мекені, Ұлы Жібек жолындағы Тараз тақырыптарындағы экспедиция 2014 жылдың 1 шілдесінен басталды. Экспедицияның 10 күндік мазмұнды бағдарламасына сәйкес, оқушылардың жазғы демалысының қызықты күндері өз туған елінің көркемдігін танып білуге арналды. Экспедицияның екі бағытының бірі оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға арналған Семей ұлылар мекені тақырыбындағы экспедицияға 24 оқушы қатысты. Қазақ әдебиеті мен өнерінің озық үлгілерінен үлгі алған мәдениеттің нағыз ортасы Семей өңірінде экспедицияға қатысушылардың көп танысатын дүниесі көп болды. Алғашқы күндерден ақ оқушылардың қызығушылығын арттырған экспедицияның бағдарламасы оқушылардың дүниетанымын кеңейтумен қатар зерттеу жұмыстарын жүргізуіне де үлкен мүмкіндіктер берді. Полковничий аралындағы облыстық балалар биологиялық орталығы, Семей ормандарындағы қарағайлы алқаптар, экологиялық жолдар, Бородулихинский ауданында орналасқан Михайлов көлдері, Талица және Каштаг ауылдарының маңындағы археологиялық жұмыстардың бастамасы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің радиоэкологиялық зерттеулер ғылыми орталығы, инженерлік профильдік зертханасы, сондай-ақ Семейдің қасиетті өңірі, халқымыздың ұлы тұлғалары Абай, оның Шәкәрім бастаған дарынды шәкірттері, ұлылықтың ізін жалғаған Мұхтар Әуезовтың туған жері, Шыңғыстау Сарыарқаның сауырында орналасқан елді мекендер, Күшікбай бұлағы, Қос ғашық Еңлік пен Кебектің басына қойылған ескерткіш Махаббат мұнарасы. Мұңлы қоңыр туған анам, туған жерім бөрілі деп жырлаған Мұхтар Әуезовтың Абай ауданындағы өзі туып өскен жері Бөрілідегі мұражай үйі, Жидебайдағы Абай Шәкәрім мавзолей кешені, ұлы ақынның Жидебайдағы мұражай үйі, Семей қаласының тарихи-мәдени, әдеби, өлкетанулық мұражайлары, мәселен, Семей қаласы өлкетану музейі, Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайы, Невзоровтар отбасының бейнелеу өнері мұражайына жасаған сапарлары экспедиция қатысушыларына үлкен әсер қалдырды. Семей өңірінің көрікті жерлерімен таныса жүріп, оқушылар арқау еткен тақырыптарына зерттеу жұмыстарын жүргізді. Семей ормандарындағы қарағайларды көбейту жолдары мен қалпына келтіру жұмыстары, Шығыс Қазақстан және Алматы облысы жер қыртысының салыстырмалы талдауы, абайтану ғылымына үлес қоса отырып, Ұлы Абайдың зерттелмеген талантты інісі Халиолла Өскенбаев жайлы мәліметтерді жинақтауды оқушылар қолға алды. Туған елге тағзым өлкетану зерттеушілік экспедицияның танымдық бағытындағы Ұлы Жібек жолындағы Тараз тақырыбындағы экспедицияға да 24 оқушы қатысуға жолдама алды. Бұл бағыттағы экспедицияның алғашқы күні Жуалы ауданының орталығында орналасқан Бауыржан Момышұлы мұражайынан, сыр заводынан және кілем тоқу цехынан басталды. Тараз қаласы ежелгі қалалардың бірі болғандықтан, бұл өңірде сәулет ескерткіштері тек қана ерекшелігімен емес, тарихи құндылықтармен де қызықтырады. Айша бибі, Бабаджа хатун кесенелері, Қарахан, Дәуітбек ата, Мәмбет батыр, Тектұрмас батыр кесенелерінің сәулет құрылысымен танысты. Мерке ауданындағы сапарда оқушылар осы өлкенің өсімдік, жануарлар әлемін өз көзімен көруіне мүмкіндік алды. Сыпатай батыр мавзолейіне де жол түсті. Жамбыл облысының территориясында қызықты және құпиялы орындардың бірі Ақыртас сарайлық комплексі. Ақыртас тарихы 130 жыл зерттеліп, қазіргі күні бұл кешенде жұмыс жалғасуда. Қазіргі уақытта кешеннің аймағында Қазақстан Республикасы ұлттық археология ғылымы, археология этнографиясы институтымен басқарылған қазбалар жүргізілуде. Археологиялық зерттеулер нәтижесінде алынған соңғы мәліметтер бойынша Ақыртасты Ұлы Жібек жолындағы орта ғасыр қаласы Қасырбаспен теңестіреді. Ғалымдардың көпшілігінің ойларынша Ақыртас 1714-1715 жылдары араб қолбасшысы Күтейбі бұйрығымен салынған деседі. Экспедиция қатысушылары Тұрар Рысқұлов ауданының экономикасы, тарихы, экологиясымен де танысып үлгерді. Бұл сапардың соңғы күнінде оқушылар Тараз қаласындағы өлкетану мұражайына барып, 10 күн ішінде
ішінде көріп білгендерін тағы бір түйіндеу мақсатында осы өңірдің көне дәуірімен, көркем табиғатымен, ұлы тұлғаларымен және қазіргі таңда жүргізіліп жатқан өмір тіршіліктерімен танысып, өздеріне керекті мәліметтерді жинап қайтты. Туған елге тағзым өлкетану зерттеушілік экспедициясы бұл оқушылардың елжандық сезімін кемелдетіп, елім, жерім, отаным деп жүрек соғатын азаматтар тәрбиелейтін үздік жоба екені айқын. Ар намысты батырлары, мақтан етер бай мұрасы мен салты бар қазақ даласының шығысындағы ұлылардың мекені Семейін. Оңтүстіктегі Ұлы Жібек жолындағы таразын көруге мүмкіндік берген үздік жобаның Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына берері мол болды. Дәстүрге айналған туған еліне тағзым етуге мүмкіндік беретін жобаның келесі жылғы қызықты бағдарламасын асыға күтетін боламыз.